Қайырлы күн достар, сіздерге бүгін тауық етінен барбекю дайындаудың жолын көрсететін боламын. Ең бірінші тауықты жақсылап әртүрлі әр жерінен сіздер бөліктерге бөліп шығасыздар. Пышақпенен әр жерін тіліп шықсаңыздар, дайындаған паприка, дайындаған дәмдеуіштердің барлығы жақсы сіңетін болады. Жақсылап тесік бөліктерге бөліп болғаннан соң барып, жақсылап тауықты тұздаймыз. Жақсылап тұздап болғаннан соң міндетті түрде жақсылап қолменен қысып ұстаңыздар. Жақсы жұмсарады, бір жағынан тұзы жақсы сіңеді. Одан кейін арнайы бір кесеге, ыдысқа сіз әртүрлі дәмдеуіштерді саласыз. Майонез, кетчуп, паприка, қызыл бұрыш, қара бұрыш және де тауыққа арналған приправаларды қосыңыздар. Жақсылап ішіне сол дайындалған дәмдеуіштердің барлығын жақсылап салып шығыңыздар. Және де дайындалған, маринадталған тауықты сіздер арнайы шараға салып, бетін жақсылап жауып, 2-3 сағатқа қойып қойыңыздар. Одан кейін өздеріңіздің дайындалған барбекюге арналған ыдысқа жақсылап жайғастырып, кейін ошаққа от жағасыздар. Кірпіштен қалап, өздеріңіздің дайындап алуларыңызға да болады. Сол жақсы қызығаннан соң барып, қызып тұрған кезінде сіздер сол дайындаған барбекюімізді қоямыз. Біз мына жерге арнайы темір бар ғой, темірді қойдық, оның жанына ағаштан жасадық. Ал егер сіздердің арнайы барбекюге пісіретін заттарыңыз болса, міндетті түрде соған дайындауыңызға болады. Міне біздің барбекюіміз дайын, барлығыңызға ас болсын.